Киндер қорапшасын жасау үшін канцеляр пышағын, сызғыш, қайшы және желім қолданамыз. Қалыңдығы 210 граммдық фотоқағазға 5 полей шығарамыз. Канцеляр пышақ пен сызғыш көмегімен жиектерін кесіп шығу керек. Бұл бөліктің де жан-жағын және ортасын қиып шығыңыз. Біздің Бонбон каналымызда бұл киндердің түрлі мерекелерге арналған нұсқалары бар. Шаблонның электрондық нұсқасын бөлек немесе каналға тіркеліп алсаңыз болады. Барлық шаблондардың сапасы жақсы. Шаблонды қиып болған соң сызықтар үстімен беговка жасаймыз. Мен тойбастарлармен айналыса бастағаныма 1 жылдан асты. Тек электронды түрде тапсырыс қабылдаймын. Сіздерге қорапшалардың жасалу жолын түсіндіру үшін осылай YouTube каналына видеолар жүктеп отырамын. Менің Instagram парақшасы мен YouTube арнасына тіркеле кетіңіздер. Енді түбін желімдейміз. Киндер деген жазу көрінетін жақта болуы керек. Саусақтың көмегімен басып жабыстырсаңыз болады. Бұл қорапша киндерге дәл келді. Лентаны өткізіп байлаймыз. Міне киндер қорапшасы осындай әдемі болып шықты.